Сәлем баршаңызға. Қатыруға арналған творожный пирогты жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқамызға 100 грамм қантты салып, қантымыз толық ерігенше араластырып отырамыз. 250 грамм ұнға 125 грамм сары майымызды, яғни маргаринді, осылай теркадан өткізіп аламыз. Менде маргарин Щедрая Летоның 72%-тігі. Ал енді 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр болады. Артық ұн қолданбастан пакетикке салып, аздап холодильник немесе морозильникке саламыз. Ал енді творожный пирогтың начинкасын дайындаймыз. 400 грамм творогқа 1 жұмыртқа, 150 грамм қант, жарты шай қасық разрыхительді салып, жақсылап араластырамыз. Жай ғана қолмен араластырып қойсақ, творогтарымыз шашырап кетеді. Сондықтан да осындай блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Сонда бір-біріне жабысып, керемет консистенция болады. 24 дециметрлі осындай пирогқа арналған формочканы аламыз. Ішіне жақсылап тестамыздың орнатып шығамыз. Беткі бөлігіне аздаған қамырды алып қалыңыздар, сетка жасау үшін көз өлшеммен бөліп ала беріңіздер. Осылай бір тегіс етіп, теп-тегіс етіп тестаны жайып шығамыз. Негізі тестаны ұнға араластырып, домалақ етіп жайып, содан кейін барып формаға орналастырсаңыз, қатып болғаннан кейін формадан оңай алынатын болады. Ал енді начинкамызды құйып, теп-тегіс етіп жағып шығамыз. Жаңағы алып қалған кішкене қамырымызды осылай ұнның көмегімен жайып шығамыз. Ұнды көп қолдана беріңіздер, өйткені бұл тез жабысып қалады. Өз қалауларыңызша бетін әсемдеп, осылай сеткамен жауып шығамыз. Осымен біздің творожный пирогымыз дайын болды. Қатырып болғаннан кейін формасынан шешіп, упаковкасына салатын боламыз. Менде мына жерде упаковкамның размері кішкентай болып қалды, сондықтан да бұған салмадым. Жай ғана пищевой пленкаға орап, морозильникке қайтадан салып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай осындай домалақ упаковкалар болады. Тура размеріне сай, диаметріне сай етіп алыңыздар. Мен қателесіп кіші размерін алып қойыппын. Дәл осы пирогты мен 2,5 мың теңгеден сатамын.